Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Тау-Кен кәсіпорындарының құрылыс пәні бойынша бейне дәріс курсқа қош келдіңіздер. Дәріс жүргізуші Әбілқас Сағындық атындағы Қарағанды техникалық университеті пайдалар кен орындарын қазба өндіру кафедрасының өткен 13-ші дәрісте 3-ші бөлім оқпандарды әбзалдандырудың бірінші тақырыпшасын оқпандарды әбзалдардың конструкциясын қарастырған болатынбыз. Бүгінгі 14-ші дәрісте 3-ші бөлім оқпандарды әбзалдандырудың екінші тақырыпшасын оқпандарды әбзалдандырудың технологиясын оқпандарды әбзалдандыруды жетілдіруді қарастырамыз. Оқпандарды әбзалдардың технологиясы. Даярлық жұмыстар. Оқпандарды әбзалдандыру жұмыстарын бастамай тұрып, жер бетінде бірнеше келесі даярлық жұмыстары жүргізілуі қажет. Кергіштерді, бағыттаушыларды, қыспа скабаларды, қамыттарды даярлау, шахтың үстіңгі бетін қайтадан жабықтандыру. Оқпанның даярлық жұмыстары мыналарды құрайды: оқпан ұңғымалық жабдықтарда, желдетпелік және сулы төгуші құбырларды, бағыттаушы арқандарды, рамаларды және сораптарды шығаруда. Оқпанның қабырғалар кескініне қажетті корректировкаларды жасауға арналған және әбзалдандыру жобасына қатысты бақылау түсірмесін жүргізу, оқпанды бақылау, кергіштер ярустарын бекіту және оларға кранштерді ілу қажет. Даярлық жұмыстардың ұзақтығы 15-тен 30 тәулікке дейін құрауы мүмкін. Оқпандарды әбзалдандыру келесі түрлерге бөлінеді: тізбектік, бірлескен және параллельді схемаларға. Тізбектік схеманы қолданған кезде алғашында оқпан барлық тереңдігінде жоғарыдан төмен қарай кергіштерді орнатады, одан кейін жоғарыдан төмен қарай бағыттаушыларды құрастырады. Қолданылатын жабдықтар ұяшықтарды дайындауға арналған 3 қысым бұрыштан тұратын СБЛ типті станоктар, аспалы сөрелі кергіштер, бағыттаушыларды ілуге арналған арнайы аспалы люлькілер. Бірлескен схеманы қолданған кезде кергіштерді орнату және бағыттаушыларды ілу жоғарыдан төмен қарай оқпанның учаскесінде бағыттала, оның ұзындығы бойынша жүзеге асырылады. Параллельді схеманы қолданған жағдайда оқпандарды әбзалдандыру кезінде кергіштерді орнату және бағыттаушыларды ілу бір мезетте жүзеге асырылуы мүмкін. 3-6 суреттерде оқпандарды әбзалдандырудың технологиялық схемалары келтірілген. А суретінде тізбекті схема кезінде кергіштерді орнату, Б суретінде тізбекті схема кезінде бағыттаушыларды орнату, Б суретінде біріккен схема кезінде жұмыстарды төменнен жоғары қарай орындау, Г суретінде біріккен схема кезінде жұмыстарды жоғарыдан төмен қарай орнату. Сондай-ақ Д суретінде өтумен бірге қаралас схема келтірілген. Әрбір схема тізбекті схеманы қолданған кезде жұмыстардың айқын ұйымдастырылуы және қауіпсіздіктің артуы, жылдамдықтың жеткіліксіздігі көрсетіледі. Бірлескен схеманы қолданған кезде әбзалдандырудың жылдамдығының артуы, бірақ та оқпанда жабдықтарды орналастыру схемасы қиындатылады, орындалатын жұмыстардың қауіпсіздіктері төмендейді. Параллельді схеманы қолданған кезде әбзалдандыру жылдамдығының артуы, бірақ та оқпандарды жабдықтарды орналастыру схемасы қиындатылады, орындалатын жұмыстардың қауіпсіздіктері төмендейді. Тік оқпандарды әбзалдандыру кезінде әбзалдандыру құрастыру және жөндеу кезінде жұмыстардың қиыншылықтарын азайту мақсатымен оқпан қабырғасында әбзалдандыру кергіштерін бекітуге қолданылмалы және жөндеуге қарасты конструкция жетілдіріледі. Қораптық кергіштерді бекіту жұмыстары келесіде жетілдіріледі. Қораптық кергіштер фазаларға кіргізіледі.
төрт бұрыштамалардан жасалынған базалар тіректік плитаға дәнекерленеді. Плита оқпан тіреуіне бекітілген құбырлық қарнақтардың карнизіне сүйеленеді. Қораптық кергіш жоғары беріктік қамтамасыз етеді және жөндеу кезінде оны бөлшектеу жұмысын жеңілдетуге мүмкіндік жасайды. Оқпандарды абыздандыру және оқпан бойынша ауаны жылжу кедергісін азайтуға арналған даму схемалары зерттелінген. Оқпандарды абыздандырудың схемалары кермелік және сұламалы блоктық схемаларды құрайды. Сұламалы абыздандыруды қолдану металл шығынын және оны орнату қиындығын 2 еседен астам азайтуға, ал оқпан бойынша ауа қозғалысын аэродинамикалық кедергісін 3-тен 3,5 есе қысқартуға мүмкіндік жасайды. Қазақстан рудниктерде оқпандарды өту кезінде қарнақтарды қолдану оқпанның тіреуіне кергіштері бекітпелі кеңінен өріс алған. Жүк көтерімдігі 20-дан 30 тонна, жылдамдығы 20 метр секундына дейінгі көтерме ыдыстарын қолдану кезінде кергіштердің шеткі тұсы оқпанның тіреуіне бекітпеленеді. Қарнақтар оқпан қабырғасын жеңіл абзалдандыру қамтамасыз етеді. 3-7 суретте 2 таврлы кергішті бекітпелеу схемасы келтірілген. Мұндағы бірінші кергіш, екінші тіректік плита, үшінші қарнақтар. 3-8 суретте қорапты кергіштер бекітпелеу көрсетілген. 3-9 суретте оқпанды сұламалы кермелі, А суреті және блокты абзалдандыру, армияландыру сурет келтірілген. Бұндағы бірінші бағыттаушылар, екінші роликтер, үшінші қарнақты болттар, төртінші кілеттер, бесінші абзалдандырудың кәсегі. Ұсынылған әдебиеттер: Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жоғарғы оқу орындарының студенттеріне ұсынған. Авторлар Қамаров, Айдарова. Жерасты тау-кен жұмыстарын дайындау қазбаларын жүргізу технологиясы, Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі ұсынған оқулық. Авторлар Қамаров, Демин, Әбеуов. 23 жылы баспадан шығарылған. Және тау-кен кәсіпорындарының құрылысы пәні бойынша курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. Қарағанды баспасы, 2021 жыл. Бүгінгі 14-ші дәрістің 3-ші бөлімін оқпандарды абыздандырудың тақырыпшасын, оқпандарды абыздандырудың технологиясын, тік оқпандарды абыздандырудың жолдарын жетілдіруді қарастырдық. Дәріс аяқталды. Келесі 15-ші дәрісте 3-ші бөлім оқпандарды абыздандырудың 3-ші тақырыпшасын, кілеттік оқпанның оқпан албарының түйіспесін кесуді қарастырамыз. Назарларыңызға рахмет.